Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бельгийский вафлидің рецептімен бөлісетін боламын. Дүкеннің вафлинен әлдеқайда арзанға түсетін және дәмі өте күшті болып шығатын вафлиді менімен бірге дайындаңыздар. Бұл вафлиді сгущенкамен, вареный сгущенка, шоколадпен, болмаса варенье және де тортқа арналған кремдермен жесеңіздер де болады. Болмаса кремсіз де жесеңіздер өте дәмді болып шығатын вафли. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға 4 тал жұмыртқаны қантпен миксерлейміз жоғарғы жылдамдықта. Бұл жерде біздің вафлиіміздің жасалу жолы өте оңай. Бар болған миксерларыңыз болса болды. Барлығын ингредиенттарымызды миксерлеп бір-бірімен араластыра саламыз. Міне жұмыртқа мен қантымды осылай жұмыртқам ағарғанша жоғарғы жылдамдықта миксерлеп алдым. Содан соң бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, тағы да жоғарғы жылдамдықта миксерлейсіздер. Осы рецептпен жасаған өте дәмді болып шықты. Және де осындай сұйық майымызды құямыз. Енді електен өткізілген ұнымызды салып, тағы да барлығын жақсылап біріккенше араластырамыз. Бізде қатты сұйық емес және қатты қою емес масса пайда болады. Барлығы видеодағыдай көрсетілген және осындай менде вафельница бар. Бұл вафельница өте қатты қымбат тұрмайды. Неше түрлісі бар. Осындай сатып алып жасасаңыздар балаларыңызға өте дәмді және ерекше болып шығады. Міне вафлиларым дайын болды. Вафлиімнің пісуіне 5-6 минут жеткілікті болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша вафлиді жасаңыздар. Кеңес етемін, өте дәмді және ерекше болып шығады. 1-2 қасықтан салып, өстіп барлығын жаймалап аласыздар. Тесіктер қалмас үшін барлық жерге осылай біркелкі қылып саласыздар. Міне вафлиларым дайын болды. Өте күшті болып шығады. Расымен де. Сол үшін менің рецептім бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Айгүл Сәкеновна. Сау болыңыздар.